Абайдың екінші қара сөзі. Мен бала күнде естуші едім. Біздің қазақ сартты көрсе күлуші еді. Өй, енеңді ұрайын, кем қылтық, шөлдіреген тәжік. Арқадан үй төбесіне салам деп қамсатқан, бұтадан қорыққан. Көз көргенде әка дерсің, шығып кетсе қызын боқтасқан. Сарт деген осы деп. Ноғайды көрсе, оны да боқтап күлуші еді. Өй, түйеден қорыққан ноғай атқа мінсе, шаршап жаяу жүрсе, демін алады. Ноғай дейінше, ноқай десеңші, түкке ыңғай келмейтұғын. Солтақ ноғай, қашқын ноғай, бәкәлшік ноғай. Орысқа да күлуші еді. Алды көрсе шыққан жаман сасырбас орыс. Орыс ойына келген қылат деген. Нетса соған нанат, ұзын құлақтап беріп. Сонда мен ойлаушы ем. Құдай-ай, бізден басқа халықтың бәрі ант тұрған жаман келеді екен. Ең тәуір халық біз екенбіз деп бағанағы айтылмыш сөздерді бір өлгі қызық көріп қуанып күлуші едім.